Алматы облысы Қарасай ауданы Әйтей ауылы, Бектімбай Қосынов атындағы орта мектеп. Қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Ахметова Жаннұр Дастановна. 9 сынып қазақ тілі. Сабақ тақырыбы мәңгілік ел құндылықтары. Оқу мақсаты мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға береді. Эссе құрылым мен мазмұн желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазады. Сабақ мақсаты барлық оқушы мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға береді. Эссе құрылымын сақтап, аргументативті эссе жазады. Бағалау критерийлері мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын айтады, сыни тұрғыдан баға береді, эссе құрылымын сақтап, аргументативті эссе жазады. Тақырыптың мазмұнын ашпас бұрын ой шақыру бөлімімен жұмыс жасайық. Құндылық деген сөзді қалай түсінеміз? Елбасы жастарға қандай сенім артып отыр? Қазақ елінің арманы не? Және ол орындалды ма? Жақсы оқушылар, енді оқулықпен жұмыс жасайық. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқып, онда көрсетілген мәліметтердің рәсімделуіне назар аударып, қай жанрға жататынын айтамыз. Ой талқы. Мәтін бойынша көрсетілген 7 құндылықтың қайсысын жедел дамытар едің? Неге? Рахмет оқушылар. Енді қос жазба күнделігі бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші кестеге мәтіннен алған үзіндіні жазамыз. Кестенің екінші бөліміне менің пікірім, яғни үзіндіге қатысты сіздің пікіріңіз қандай? Соны орындаймыз. Келесі тапсырма балалар, қазақтың ұлттық ойыны қыз қуу ойынымен ойналады. Яғни біздер қыз қуу әдісімен жұмыс жасаймыз. Сыныпта қыздар мен ұлдар болып 2 топқа бөлінеді. Сіздерге 2 бақылаушы дайындап қойдым. Сіздерге берілген сұрақтар бойынша сіздер жауап бересіздер. Әрбір дұрыс жауап 1 балл болып есептеледі. Сұраққа жауап бере алмай қалса, жиналған балдан шегеріліп отырады. Қайтап көп балл жинаса, жеңіске сол топ жетеді. Бірінші сұрақ. Қазақ елінің басты арманы не? Және ол орындалды ма? Дәлелдейміз. Екінші сұрақ. Ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі арманы орындалу үшін қандай үлес қосар едің? Үшінші сұрақ. Құндылық деген сөзді қалай түсінесің? Өз ойларыңды дәлелдеңдер. Төртінші сұрақ. Елбасы жастарға қандай сенім артып отыр? Неге? Бесінші сұрақ. Бірінші құндылық дегеніміз ол не? Жетінші сұрақ. Жетінші құндылық туралы не айтамыз? Қанекей балалар, сұрақтарға жауап берейік. Келесі тапсырма. Менің елімнің басты құндылығы тақырыбында мәтін құрастырамыз. Барлығы 3 сөйлем болу керек. Әрбір сөйлем 8 сөзден тұру керек. Барлығы 24 сөз болу шарт. Оқу тапсырмасы. Бабалар салған сара жол тақырыбында аргументативті эссе жазу. Эссеге қойылатын бағалау критерийлері. Тақырыптың ашылуы, эссе құрылымының сақталуы. Екінші, тақырыптың ашылуына байланысты 2-4 дәлелдің болуы. Үшінші, жеке сыни көзқарас жазу. Бүгінгі сабақтың кері байланысы. Жетістік баспалдағы. Нені жақсы түсіндім? Түсіндім.
Suragım бар, мүлдем түсінбедім. Осы бойынша кері байланыс береміз. Назарларыңызға рахмет.